Құрметті достар, бүгін біз Binance платформасына регистрация жасауды көрсететін боламыз. Binance платформасы өте қызықты, өйткені бұл жерде көптеген P2P сделкалар көп болады көбінесе. Ең танымал болғандықтан осыдан регистрация жасау үшін регистрация батырмасын басамыз. Binance.com кіріп, одан кейін өзіңіздің почтаңызды енгізесіз. Немесе номеріңізді енгізсеңіз болады. Бұл жерде өзіңіздің жеке данный жазу өте маңызды болады. Өйткені сіздерге осы жерге кодтарымыз келетін болады. Код келу қажет. Осы келген кодты енгіземіз. 171. Сосын өзіміз пароль енгіземіз. Пароль үлкен әріптен және де бір сан, бір символ болу қажет. Және бір үлкен әріп болу қажет. Далее басамыз. Аккаунт созын деп шықты. Енді бұл жерде біз верификация өту қажет болды. Міне бізге, яғни немен айналысу үшін бізге P2P верификация өту қажет. P2P мен айналысу үшін бірінші біз паспортын өтеміз, сосын SMS мен өтеміз. Паспорт енгізген кезде біз подтверждение кнопкасын батырмасын басамыз, пройти верификацию батырмасын басамыз, немесе біз профильге кіреміз де пройти верификацию басамыз. Бізге жеке куәлігіміз қажет болады өту үшін. Енді бұл да дейміз. Және де тұрғымыз Қазақстан, ат жөніміз жазамыз, дата рождения және де иін жазамыз. Осының бәрін жазғаннан кейін бізде паспорт өтетін сұрайды. Сол паспорт өтетін бұл кісілерге салып жібереміз. Салып жүргеннен кейін верификацияны өтеміз. Одан кейін біз номерімізді тіркеу қажет боламыз. Сіз өз номеріңізді жазу қажет болады. Жеке номеріңізді мен виртуальный номер жазамын. Басқаннан кейін бізге код келу қажет болады. Код келгеннен кейін сіз P2P мен айналыса бересіз, сатып ала бересіз, бірақ сату үшін сізге өзінің P2P-дің требованиялары бар. Ол бізде қандай требованиялар? Ол біріншісі бір ай өту керек аккаунтқа, және де ішіне 10 сделка жасау қажет болады. Осының бәрін орындап болғаннан кейін сізде P2P билетін сатып алуға бола береді. Бірақ объявление шығару үшін сізге 10 сделка жасау керек, яғни 10 рет сатып алу қажет болады. Кішкентай суммаларда 4500-ден, 4500-ден сатып ала берсеңіз болады. Одан кейін P2P объявление шығара беруге болады. Енді біз классикалық қалай дейміз? Біз бірнеше, мысалы, Центр кредиттан 500 мың теңгеге 468-ден алсақ болады екен. Яғни бізде ол 500 мыңды бөлемін 468-де 70-ге, ол бізде $1066 болады. Енді біз оны сатамыз, Kiwi'ге сатсақ болады. Kiwi 471-де 99 болып тұр. 3000 теңге пайда болады. 3500 комиссиясымен бір оныңызға 2500 теңге сізге түседі. 1066. Мысалы, біз басқа да банктерді көруге болады. Мысалы, Fortabank'ке кіреміз, 500 теңге 468-83 теңгеден болып жатыр. Ал Жусанда 469, Халық банкте бізде 467, ал Каспий банкте 468. Яғни біз жәнегі санға 469-дан сатсақ болады екен. 469-да жәнегі 1066 өрнесі ол өтетінде
500 мың 500 болады, яғни бізге киви мен сатқаны выгодно екен. Сондықтан пока киви болады. Енді қараңыз, сіз басында осындай связкамен істейсіз, яғни сізде бірінші продать деген болмайды ғой, батырма суммада. Енді продать батырмаға шыққаннан бастап сіз осы жерге ең арзаны мысалы 467 70 болып тұр. Яғни объявленияның үстіне шығарасыз. 500-дің 470 сатып аламын деп объявление шығарасыз. Сода $1069 болады. Купить батырмасына келесіде сіз бұл жерде ең арзан 467 95 болып тұр. Және банктерді қарап шығасыз. Халықбанк, Битбанк, Банк 69 яғни 500 теңге пайдалар. Сіз киви-мен сата берсеңіз болады екен. Сол кезде сізге ойын алады. Немесе Евразийский банктерге көрсеңіз болады. Евразийский банкта бізде 467-85. Немесе сіз жаңа Евразийский продать батырмасының ішінде 466-дан сатып алып, басқа банктерге 469-дан сатып болады. Яғни сізге каждый доллардан 3 теңге пайда болады. Классикалық связкада пайда аз болғанымен қолды үйретуге өте